Нұрдәулет мен Аида жараша. Аида бірінші рет қырғыз арнасына сұхбат берді. Өйткені өзі туралы ақпараттар өте көп таралып жатқанын айтады. Барлық жерде Нұрдәулетпен ажырасқанымызға мені кінәлап жатыр. Жоқ, мен соңына дейін отбасымды сақтап қалуға тырыстым. Бірақ біздің ең көп ұрсатынымыз ақша болды. Өйткені Нұрдәулет өте жалқау болды. Тек үйде жататын, ақша тапқысы келмейді. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін ұйқының планын орындап, енді қалаға шығып жатырмыз. Бүгін Балиде жаңбыр жауып жатыр. Онда Зухра, Ляззат үшеуміз тамақтануға баратырық. Біздің таксист ағай. Hello. Excuse me. Yeah? How many minutes? 23 minutes. What is the name? My name is Kadek Bobby Saputra. Ah? Kadek Bobby Saputra. Kara Bobby Saputra. Yeah. How old are you? I'm 24. 20. 4 years old. 4? 24 years old. 23. екеуміз құдасы екенбіз ғой. Таксистің машинасында музыкасы жоқ, осындаймен өте үстіп музыка тыңдай деп жатыр. Ал жігіттер ағаштар шешіп жатыр уже. Ағашты шешу процесі жүріп жатыр. Кішкене жақынырақ көрсетейін міне. Оны көріп алыңыздар. Ағаштардың бәрін шешіп жатыр міне. Бұйыртса уже каркас шешілейін деп жатыр. Енді шешеді да балқашы заново қайтадан каркас құрады. Өйткені заново каркас құрылмаса біздің ойымызда крыша шығып қайды. Сол ағаштардың бәрін аламыз. Қайтадан заново әдемілеп тұрып құрамыз. Көресіздер қандай крыша шығатынын. Қазір қараңыздар міне. Мына кісі крыша жауып жатыр. Мына жақта мына кісі крыша жауып жатыр. Мына жақта мына кісі крыша жауып жатыр. Елдер айтып жатыр ғой, енді қар болып кетпей ма, қиналып қалмайсыздар ма деп балқаштар. Қыста қарды да крыша жауып жүрген жігіттер, так что уайымдамаңыздар. Енді бұлар да ақымақ емес қой, жұмыстың жөнін жайын біледі. Қардың кезінде де крыша жауып үйреніп қалған жігіттер, так что оны уайымдамасаңыздар болады. Бұлар өз жұмыстарын біледі. Сол бізге қар ештеңе кедергі емес. Біз өз жұмысымызды қолға алдық па, оны до конца бітіреміз Құдай қаласа. Сол түсіріп барлығын шешіп жинап жатыр. Аккуратно, чтобы сындырылмайтын, өйткені осы бар ағашпен Құдай қаласа крышаны реттейтін боламыз. Бар материалмен енді. Өйткені әр нәрсеге шашыла беру де оңай емес. Оның бәрі қып-қызыл ақша. Так что бұйырса көресіздер енді. Айтамын сіздерге. Енді не дұрыс емес деп жатқандарға біз түсіндіріп айта кетейік. Қараңыздар, ағаштарға бір ғана шуруп орнатып кеткен. Кейбір жерлерінде жоқ қой шуруптар. Кейбір жерлерде шуруп даже жоқ. Ал жетпеген міне. Алар мына жерге мынау келіп негізі мынау келіп мынаған жалғасу керек, мына жерде қату керек. Бұл жетпей қалған мына жерге. Ортасында да бар ондай. Ортасында да, мына орта жақтарында да бар ондай косяктар. Содан кейін ана соңғы жақтары иіліп тұр ғой. Бір стропила биік, бір стропила төмен сондай. Сондай косяктар. Енді оның бәрін түзеп, қайтадан жабу үшін мынаның астын бәрін көтеріп, шөп салу керек, қайтадан бұрау керек. Надежный болмайды. Оның да бірақ ауыстырып, стропиланы қайтадан түзеп. Ұшым. Мынаның бәрі шегемен болу керек қой негізі. Мынандай шіріп, мынандайды алып шегелей салғанмын негізі. Мынандай сынып кеткен ағаштарды ұрып жібере салған үшін. Мынаның бәрі шегемен болу керек. Мынандай қара шұрып, ағашқа шыдамайды, ол 1-2 жылда үзіліп кетеді. Ортасынан үзіліп кететін шұрып қой. Көрдіңіздер ме ұшым осындай міне. Шыққанымыз, көргеніміз қандай дұрыс болған. Мен енді өзім, мен фобиям биіктен қорқам менше. Бірақ бүгін бүкіл қорқынышымды жеңіп шықтым төбеге. Өзім көрдім көзіммен деп. Қай жаққа? Бісміллә. Ал. Мына жаққа барайық. Нені түсіру керек? Одан кейін мына стойкалар бар ғой, мына стропиланы көтеріп тұрған. Аха. Сол мына қырқада 4-ақ стойка тұр ма? 5-ақ стойка тұр ғой мына. Мына стропиланы көтеріп тұратын. Сол каждыйында өзінің стойкасы болу керек. Балкамен байланысу керек. Сол кезде ферма ретінде жұмыс істеп береді кейін ол. Иә. Бұлар бір қат, бір неге, бір скатқа 4-ақ стойка қойған. Ол кейін тайып кетеді да, нагрузканың бәрі стропилаға түседі. Көрдіңіздер ғой үшін. Төбедегі жұмыстар міне осындай косяктары бар, ағайын. Ойнайтын нәрсе емес. Крыша деген ол ойнайтын дүние емес. Міне былай байланысқан ғой. Стойка. Стойка осылай тұрған. Мынау кейін тайып кетеді мынау. Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Мынау боковой шегелену керек қой, мынау боковой. Жанына шегелену керек, көрдіңіздер ме? Шегемен шегелену керек. Боковой жабыстырып, үш шегемен шегелену керек. Әне. Бұл астына жіберіп тастаған. Астына жіберілген, мынау кейін тайып кетеді. Ал мынандай подпильмен жіберем десе, мынаған темір
қойып пластинка қойып сонымен шуруппен бұрау керек еді да. Иә. Сол кезде тұрып береді. Мынау екі ақ шегемен тұрып. Жақыннан көрсеңіз, екі ақ шегемен тұр міне. Мынау тайып кетеді кейін уақыт өте келе. Ағаш ойнайды ғой. Иә. Погодаға байланысты. Ал не дейсіздер осыдан кейін айтыңыздаршы, осындай косяктардан кейін қалай крышаны ашып жаппаймыз айтыңыздаршы. Оңай емес. Крышаны ашып жабудың өзі әжептәуір жұмыс. Оның қып-қызыл ақша. Сол үшін енді қолдан келгеннің бәрін жасаймыз енді. Құдай қаласа, чтобы әдемі шығу үшін жаңадан каркас құрамыз, бәрін өздеріңіз көресіздер.